Сұрағым премьер-министр Бектеновке арналады. Құрметті Олжас Абайұлы, экономиканы әртараптандыру мақсатында жылдар бойы бөлініп келген триллиондаған бюджет қаражатына қарамастан, бұл қаражаттан айтарлықтай тиімділікті, оң әсерді көріп отырған жоқпыз. Экономикада шикізат секторы әлі күнге дейін айқындаушы болып келеді. Яғни, экономиканың өсу қарқыны минералды ресурстар бағасының өзгеруіне тікелей тәуелді болып отыр. Мемлекет басшысы 2029 жылға қарай экономиканы 2 есеге арттыру міндетін қойғанын білеміз. Бұл үшін біздің экономикамыз жылына кемінде 6%-ға өсу керек. Алайда ағымдағы көрсеткіштер бұған күмән келтіреді. Сонымен қатар, мына дүниежүзілік банктің бағалауы бойынша Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің нақты орташа жылдық өсу қарқыны 4-5%-дан аспайды. Оның өсуіне сонымен қатар қазіргі жағдайдағы геосаяси жағдайда әсер етуде. Осыған байланысты сізге сұрағым, экономиканың белгіленген өсу қарқынына қол жеткізу үшін қандай шаралар қабылданатын болады? Премьер-министрдің микрофонын қосыңыздар. Олжас Абайұлы, сізге сұрақ. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Құрметті Нұртай Салихұлы, сұрағыңызға рахмет. Сұрағыңыз өте орынды. Расында да мемлекет басшысы қойған міндет өте ауқымды. Оған осындай өсу қарқынына жетуге бірнеше факторлар кедергі болуы мүмкін. Ол күрделі геосаяси жағдай, сіз оны айтып өттіңіз. Біздің негізгі сауда серіктестеріміздің экономикаларындағы ахуал тағы басқа бар. Бірақ оған қарамай, үкімет бар резервтер мен күштерді жұмылдырып, қазір осы мақсатқа қол жеткізу үшін белсенді жұмыс атқарып жатыр. Қазірдің өзінде қарасақ, кейбір экономиканың кейбір салаларында өсу қарқыны жаман емес. Мысалы, құрылыс, көлік пен байланыс салаларында өсу қарқыны 8%-ға жуық. Сауда саласында көрсеткіштер төмен болып отыр әзірше. Оған енді су тасқынының салдары әсер етті деп ойлаймыз. Бірақ қазіргі таңда бірте-бірте көрсеткіштер қалпына келе бастады. Біздің пікірімізше экономикамыздың кейбір салалары өте жоғары өсу әлеуетіне ие. Атап айтқанда, олар құрылыс, инфрақұрылым, өңдеу өндірісі және агроөнеркәсіп кешені. Сондықтан біз үкімет тарапынан осы салаларға ауқымды мемлекеттік қолдау көрсетіп жатырмыз қазіргі таңда. Мысалы, тек бәйтерек холдингі арқылы экономикамызға 3 триллионға жуық инвестиция құйылып жатыр биыл. Самұрық қазына қорының есебінен 700 миллиард теңге бөлінді. 18 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады биыл. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2 жеңілдетілген тұрғын үй бағдарлама іске қосылды, Отау мен Наурыз. Қазіргі таңда 64 мың адам осы 2 бағдарлама бойынша өздерінің өтінімдерін жолдады. 222 миллиард теңге самұрық қазына қорының есебінен жалдамалы тұрғын үй салуға жіберілді. Тиісті кесте бекітілді. Осы кестеге сәйкес тиісті қаражат жергілікті атқарушы органдарға жіберіліп жатыр. Автомобильдік жолдарды айтатын болсақ, биыл 12 мың шақырым жолдар құрылыс, реконструкциялау және жөндеуден өткізіледі. Ол рекордтық көрсеткіш. Биыл 13 арнайы экономикалық және индустриалдық аймақтар тиісті қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі. Ол көп индустриалдық жобаларды іске қосуға мүмкіндік беретін қадам. 1800 шақырым газ құбыры салынады. Ол дегеніміз 300 мың тұрғындары бар 67 елді мекен газбен қамтылады.
биыл. 6,5 мың шақырым коммуналдық желілер жөндеуден өткізіледі. 70 жаңа инвестициялық жоба іске қосылады. Ол шикізат емес, нақты жоғары өңделген тауарларды өндіруге бағытталған жобалар. Сондықтан біз оны қолдап жатырмыз. Ауыл шаруашылығын айтатын болсақ, егіс жұмыстарын қаржыландыру биыл 4 есеге өсті. Біз оны ұлғайттық. Яғни 540 миллиард теңге дихандарға жіберілді. Оған қоса 100 миллиард теңге жаңа лизингтік бағдарламаға жіберілді. Ол бағдарлама арқылы дихандар ауыл шаруашылығы техникасын сатып алады. Ауыл шаруашылығы техникасын айтатын болсақ, біз биыл импорттық техникаға берілетін субсидияларды тоқтаттық. Біздің пікірімізше, біз өзіміздің бюджет қаражатымыздың есебінен тек өзіміздің отандық өндірушілеріміз қолдауымыз қажет. Басқа елдің емес. Жалпы отандық өндірушілерді қолдау бағытын айтатын болсақ, бұл мен басқарып отырған үкіметтің негізгі басымдықтарының бірі. Біз қазір осы бағытта нақты шаралар қабылдап жатырмыз. Мысалы, ұлттық режимнен алып тастау. Егер былтыр осы тізімде 1000 тауар болатын болса, биыл біз осы көрсеткішті 4000 тауарлық позицияға жеткіздік. Ол дегеніміз, осы 4000 тауарлық позиция бойынша қандай да бір мемлекеттік сатып алу конкурсы жарияланатын болса, оған тек қазақстандық компаниялар қатыса алады. Ол деген үлкен қолдау. Екінші тиімді тетік ол офтейк келісімшарттар. Осы бағытты да қазір біз қолға алып жатырмыз. Егер былтыр осы офтейк келісімшарттар арқылы отандық өндірушілерге 13,9 миллиард теңге берілсе, биылдың 5 айында біз осы көрсеткішті 14 миллиардқа дейін жеткіздік. Әрине біз осымен тоқтамай, ары қарай жұмыс жалғастырамыз. Осы, құрметті депутаттар, мен айтып өткен ауқымды шаралар қабылданып жатқан, ол экономиканың қарқынды өсуін, дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп ойлаймын.